Сәлем достар, мен Dragon and Maz атты каналыма қош келдіңіздер. Яғни дракон және математика. Неліктен мұны атауды таңдады деген сұрақ сіздерге қызық болады шығар, бірақ оның жауабын тек келесі сабақтарда білетін боласыздар. Енді бүгінгі өтетін тақырыбымызға тоқталып өтейік. Бүгін біз арифметикалық есептеулер, яғни 5-6 сыныпқа қайталау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Енді ең бірінші біз сандар мен цифрлардан бастаймыз. Яғни сандар дегенді біз сөйлем ретінде қарастырайық. Ал сөйлем неден тұрады? Сөзден. Ал сөз дегеніміз математика тілінде цифр ретінде қарастырамыз. Бізде небәрі 10 ғана цифр бар. Сол арқылы біз сан түрлі шексіз сандарды құрастырамыз. Енді санның түрлеріне тоқталатын болсақ, ол 10 сан, бейтарап және теріс сан болып бөлінеді. 10 сандар дегеніміз 0-ден үлкен, алдында ешқандай минустан басқа тұрмайтын сандар болып есептеледі. Ал одан кейін бейтарап сан, яғни оған тек 0 кіреді. 0 бізде теріс санға да, 10 санға да жатпайды. Ол бейтарап сан болып есептеледі. Ал одан кейін бізде теріс сандар дегеніміз 0-ден кіші, алдында минустан басы бар сандар. Енді келесі бізде сандар жиыны. Сандар жиыны бізде 4 топқа бөлінеді. Ең біріншісі натурал сандар, оны біз ағылшынша n әрпімен белгілейміз. Оған біз күнделікті өмірде қолданатын сандарды кіргіземіз. Және де оған 0 саны кірмейді. Себебі біз күнделікті менде 1 алма бар, менде 2 қалам бар деп айта аламыз, алайда менде 0 қалам бар деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан біз жоқ деп айтамыз. Натурал сандарға 0 кірмейді. Келесі бүтін сандар. Оны біз z әрпімен белгілейміз. Оған 0 де, натурал сандар да, теріс сандар да кіреді. Одан рационал сандар, оған тек рационал сандар иррационал сандар кірмейді. Яғни нақты бір жуықтап алынатын сандар тобы кірмейді. Оған барлық теріс, 10 сандар, бөлшек сандар кіреді. Бөлшек сандар кіре алады оған. Одан кейін нақты сандар, ал нақты сандар жиыны r әрпімен белгіленеді. Оған бізде бүтін сандар, нақты сандар, теріс, 10, иррационал, рационал сандардың барлығы кіре алады. Енді сіздер үшін бір қызықты факт жазып кеттім астына. Ол дегеніміз 0-ден ашылуы. 0 саны ежелгі үндістанда ашылған және математикада әсіресе позициялық санау жүйесінде маңызды рөл атқарады екен. Бұл сіздерге қызық әрі пайдалы ақпарат болып деген үміттемін. Келесі бізде жұп сандар және тақ сандар. Жұп сандар дегеніміз 2-ге бөлінетін сандар болып есептеледі. Ол бізде өсу ретімен осылай өсе алады. Яғни 2, 4, 6 деп. Біз оны формула арқылы таба аламыз. Оның формуласы 2n болып есептеледі. Яғни n-нің орнына кез келген санды қойғанда бізде жұп сан шығады екен. Енді келесі бізде тақ сандар. Тақ сандар дегеніміз 2-ге бөлген кезде қалдық қалатын сандар болып есептеледі. Біз оның формуласы 2n минус 1 дейміз. Яғни n-нің орнына кез келген санды қойған кезде бізде тақ сандар шығатын болады. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Келесі жай және құрама сандар. Жай сандар дегеніміз 2, 3, 5, 7. Яғни бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар. Бізде жай сандардың қатарына осы 2 кіреді. Мысалы 2 тек бірге және өзіне ғана бөлінеді. Ал келесі ол құрама сандар. Құрама сандар дегеніміз бөліксіз 2 санынан көп. Мысалға 9 санын алатын болсақ, ол 9 өзіне бөлінеді, 1-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді. Түсінікті шығар сіздерге. Келесі бөлшек сандар. Бөлшек сандар дегеніміз а бөлінген б түрінде берілетін сандарды жай бөлшектер деп атаймыз. Жай бөлшектер, мысалы біз достарымызбен бірге пицца жегіміз келді. Пиццаны біз 6 дос отырмыз, біз оны 6-ға бөлеміз. Бұл жердегі б саны жалпы сандарды көрсетеді, яғни 6 тұрады бөлімінде және алымында 1. Яғни әрбір адамға пиццаның 6-тан 1 бөлігі бұйырады деген сөз. Келесі, осы бөлшектердің ішіне аралас бөлшектер кіреді, яғни ол бүтіні бар бөлшек сандар болып есептеледі. 5 бүтін 2-ден 1, 3 бүтін 5-тен 4 деген оның алдында міндетті түрде бүтін саны болды. Сондықтан ол аралас бөлшек сандар деп аталады. Келесі бізде сіздерге деген тапсырма, яғни кім жүйрік деп аталады. Осы алдыдағы өткен слайдтар бойынша жинақталған тапсырмалар. Келесі бізде қарама-қарсы сандарды өтейік. Қарама-қарсы сандар дегеніміз сандары бірдей, бір-бірімен тек қана алдындағы таңба бойынша ерекшеленетін сандар қарама-қарсы сандар деп аталады. Яғни оған -2, мен 2-ні,
0,5 пен 0,5-ті жатқыза аламыз. Және бір факт, қарама-қарсы сандардың қосындысы 0-ге тең болады. Яғни -2 мен +2-ні біз қоссақ, онда бізде 0 шығады екен. Ал 0 қарама-қарсы сандарға жатпайды. Себебі бізде ол теріс сан емес. Келесі кері сандар, яғни көбейтіндісі 1-ге тең болатын екі санды өзара кері сандар деп атаймыз. Мысалы 5 және 5-тен 1 екеуін көбейтсек, бізде алымы мен бөлімі қысқарып, бір саны шығады екен. Енді бүгінгі өткен тақырыптарым сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта осы каналда сіздерді асыға күтетін боламын.